Жарық тегіс бетке түскен кезде шағылу құбылысы байқалады. Жарық сәулесі беттен кері бағытта таралады. Айна бетіне түскен сәуле деп аталады. Тысу нүктесіне жүргізілген перпендикуляр сызық нормаль деп аталады. Түскен сәуле мен нормаль арасындағы бұрыш түсу бұрышы деп аталады. Бұл бұрыш жарық сәулесінің айнаға қандай бағытпен түскенін көрсетеді. Айнадан кері тараған сәуле шағылған сәуле деп аталады. Шағылған сәуле де нормаль мен белгілі бір бұрыш жасайды. Шағылу заңы бойынша түсу бұрышы шағылу бұрышына тең. Бұл заң барлық тегіс беттер үшін орындалады. Жазық айнада пайда болған кескін тура және жалған болады. Кескіннің өлшемі заттың өлшеміне тең болады. Кедір-бұдыр бетке түскен жарық әр түрлі бағытта шашырайды. Бұл құбылыс диффузиялық шағылу деп аталады. Тегіс бетке түскен жарық белгілі бір бағытта шағылады. Бұл құбылыс айнадай немесе бағытталған шағылу деп аталады. Бір-біріне перпендикуляр орналастырылған екі айна бірнеше кескін береді. Бұл жағдайда үш кескін пайда болады. Екі айна арасындағы бұрышқа байланысты кескін саны өзгереді. Кескін саны n тең 360 градус бөлінген альфа-1 формуласы арқылы анықталады. Екі айна арасындағы бұрыш өзгерген сайын кескін саны да өзгереді. Кескін саны бұрышқа байланысты формула арқылы анықталады. Айна медицинада адамның ішкі мүшелерін көру үшін қолданылады. Мысалы, тіс дәрігерлері және эндоскопияда айна маңызды құрал болып табылады. Айна техникада перископ сияқты құрылғыларда қолданылады. Ол жарықты бағыттап көрінбейтін аймақтарды бақылауға мүмкіндік береді. Айна қасиеттері көліктерде және қауіпсіздік жүйелерінде кең қолданылады. Олар кеңістікті жақсы көруге және бақылауға көмектеседі.